Оңдолуп оматқа жалғап айтайлық, о мен деп оң жаққа бұрып айтайлық, көктен теңірден тілеп айтайлық, жеренеден күш алып айтайлық, ағын судай ағылып айтайлық, ақиқат езен түздеп айтайлық, пайдуалын бекемдеп айтайлық, бақуат жашоға бөліп айтайлық. О доорың мезгіл келді, алтын дооры келді, ұлы ұрпақтың ұйытқы құтын қозғой тұрған, улай тұрған жолы келді, шындықтың ізіне бағыт алып, байламта чешілдеп, бақуат жашоға ақ болып ағар деп, ару дүйіне тазар деп, жан дүйіне ергіп ал деп, байланышы көктен болсын деп, көкірек көрінгіге, көденге салып жіберсе, дилдерге, тілге күрмеп алса, күй болып айланып берейлік. О, жаратқан, біз қырғыз ұлы қасиетті бабалардың жол екен, ал түпкілікті нұсқалы жол екен, ал ұлылық жол екен, ұзақтың чайыры улап келген, бабалар батасын жайып келген, бақуатты жашоға бөліп келген, жамандықтан адаш деп, жақшылыққа жанаш деген. Жан дүйнөсі менен ойчулдың ой дүйнөсін биіктеп, о алам өктеп, жерің өктеп, арбай тегің өктеп, қайып назарын сал деп, жаратқан қайрылғанымызды қабыл қыл деп, тіле чекен. О дилинде деріне салып қойса, ар бір сөзі күч екен, ар бір сөзі ұлық екен, ұлықтың анда сыры бар екен, қасиеттің жолы бар екен. О жаратқан, бүгінгі күнде жасалма емес жан дүйнөнің жарық нұрын төгөйлік. Жасалма емес жан дүйнөнің ағынан иіп тұрайлық. Ақ батаны жайып берейлік. Ақ бата деген ақтай жолы болған, аталар қасиет о мен десе оңдолып келген, о мен десе жалғап келген, о мен десе жаратқан көктен бұйырып келген, оғызына сала берет, дилдеріне быша берет, тіліне күрмей берет, күй болып айлана берет, ақ болып жайыла берет. О айланайын батаның қасиетті сырды тұра, ұлының жолы тұра, ей қалайы қалқ, қабыл ал деп айтып келеміз. Ағарып қайыпқа қабарға байланышып келеміз. Абалқының ұшыры келсе бата дейді. Батаның қасиеті мұнакей бүгін жамы жұртқа жария салып тұрамыз. Оқ қалайы қалқ, о ел жұрт, адамзат үгіле тұрған уақ келді. Біздің тілімізге күрмеліп қалған сөзіміз бар, күй болып айланып қалған күшті қуатты күйіміз бар. Біздің ой тоғышқан ойымыз бар, аламға шыққан жолымыз бар, байланышып алып, бақуатқа бөлеген жолымыз бар. Жаратқан бүгін ұшыл жеранда жаңыдан ашылып тұрған екен, о байланайын бүгін жария қылайлық. Бата деген ұлық деп, бата деген қасиет деп, батаға баға бере тұрған уақ келді. Батаның қасиетін шешіп берейлік. Тілек деп, тілегің болса қайталанып айтылады. Бата болса көктен жайылып айтылады. Көкірекке ағылып айтылады. Ақиқат жолын түздеп айтады. Түбінен түптеп айтады. Көрөңгілеп салып айтады. Ой тоғышып, ой дүнені байытып айтайды. Дилдеріне бышырып айтады. Тазалықтың тағына ұйытып айтады. О жаратқан дегенде екі жағындағы қолдошы деп қойады, періште деп қойады, қыдырдың жылосы деп қойады, қызырдың ұялосы деп қойады. Бізді арқалап тұрған, текеректеп тұрған, жаратқанға жақын болған, арбай тек қайып назарды біліп алғыла. Алардағы жөненіп тұрады, алардың арбайы аяр болып, қайып назары салып тұрады. Біз дорды жария салабыз, жардық салабыз. Бүт адамзатқа тіленеміз. Жеріне күш бер деп, аламдан ақ бол деп, жеріне құт бол деп, қасиет қайып дүйіне қошты деп, қолдаушы болып сүре деп, сүйініш қуаныш қабарын бұйырысын деп. Бұйырысын жеріне құт болып дарысын. Бүгін айтылған тілек, анда аламға шықтым, ағарып аққа айландым,
қасиет болып дарыдым. 99 жылы о жаратқан қылым тоғышқанда оозума оозунтуп кеттиң эле. Оңдолуп оматқа жалғап кеттиң эле. Олиялап асырлап кеттиң эле. Тазалык нукка буруп өттүң эле. Олиялык сезим дүйнөнү байытып өттүң эле. Жан дүйнөмдү көкүрөгүмдү бышырып өттүң эле. Бышырганда улуктун жолуна чыйыр изине салып өттүң эле. Актай бата ак болсун деп жериме бүгүн тилеп турам. Элиме бүгүн тилеп турам. Эй калай калкым, ушул мезгил доору, ачуу айкырыктын доору келип жатат. Аруу дүйнөнү бийигине чыгып кетейлик. Актай жолубуз бар эле. Улуу жолубуздун чыйыры бар эле. Чындыгыбыздын изи бар эле. Тазалыгыбыздын касиети бар эле. Айланайындар, бүгүнкү берүүңөр, бүгүнкү бата жөнүндө, касиет жөнүндө сурамжылооңорго жооп болсун дедим. Бүгүн мен көкүрөк менен касиет деген академиясы деп, касиеттин дүйнөсү деп алып чыгып жатабыз. Касиеттин дүйнөсү жан дүйнөгө аруу болуп, уютку болуп орногондо олиялык сезим дүйнө башталат. Ал башталганда көктөн сураганың бак болуп, элге сураганың кут болуп, жамы арбай разы болуп, Кудай колдой баштайт. Бүгүн анда жакшы күн экен. О кыз уулдарым, мени тартып жатсаңар, бүгүн батаны берейин. Батаны берсем, бак сурап берейин. Силердин жолуңарга кут сурап берейин. Силердин жолуңарга келечегиңерге тоскоолдугу жоюл деп, агынан ак балага жазылсын деп жараткандан тилеп берейин. Оңдолуп ооматына жалгап берейин. Олиялык сезим дүйнө менен байып берейин. Дилдериме сала берсе, тилиме күрмей берсе, күй болуп айлана берейин. Айлана берсем, ак болуп жайылып, батамды суна берейин. Суна берсем, касиет болуп, эми консун, деми консун, дары бітсін деп, алақан жайып, батаны ақтап, оңдоп берейин. Амин.